Сәлем достар, сендермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге экзамен жақындап қалған кездегі адамдар типтері жайлы айтатын боламын. Егер де сен өзіңді тапсаң, комментарияға жазып кет. Және видео басталмастан бұрын саған мына арнаға тіркеліп кетуіңді сұраймын. Бұл арнада өте қызықты видеолар шығады. Арнасына тіркеліп комментарияға плюс қалдырсаң, сенің арнаңа, яғни 2 адамға тегін пиар жасап беремін. Және каналына тіркеліп комментарий қалдырамын. Тезірек осы арнаға тіркеліп кетеміз. Ал олай болса, біз видеоның тақырыбына көшейік. Жақында экзамен келе жатыр. Менің экзаменнен алатын бағам болашағым шешілмейді. Сондықтан экзамен ең маңызды зат емес. Мына қалауым жынды кетіп жатыр. Алло, Самат, не істеп жатсың? Экзаменге дайындалып жатырмын. Сен де экзаменге дайындалып жатсың ба не? Мен жай сол қазір киноға барам ба деп отырмын. Мен барасың ба? Қаяқты экзамені? Қорықпа жеш, көтеріп жібереді ғой бізді. Қорықпа, менің қалтам қалың екен білесің ғой, екеумізге жақсы бала қойдыртып алам. Ладно, давай қашық. Ертең экзамен. Маған бәрібір. Экзаменге бірнеше күн қалды. Мен жақсылап дайындалуым керек. Мына кітапты оқып жатқаныма 1 сағат болды. Аз болады, тағы да оқуым керек. Өткен ертең мен экзаменге жауап бере алмай қалсам қайтемін. Дайындалуым керек жақсылап. Жақында экзамен келе жатыр. Қалай тапсырам? Өтпей қалсам не істеймін? Ертең маған дұрыс емес билет түсіп қалса қайтемін? Жауап бере алмай қалсам қайтемін? О, шыракватия. Деген бананды жесем, менің жолым болып кетеді. Осы духиді сепкен кезде маған оңай билеттер өзі жапсатын болады. Экзамен келе жатыр. Жақсылап тұрып шпаргалка дайындау керек. Достар, сендерге осындай шағын скетч ұнады деп ойдамын. Осы ұсақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және де менің инстаграмыма мінекей тіркеліп кет. Ол жақта өте қызықты посттар және стористер болатын болады.